Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ киносының атасы. 13-ші тапсырма. Баспасөз беттері мен ғаламтор желісінен Шәкен Аймановтың өмірі, шығармашылығы туралы қызық, көпшілік біле бермейтін деректер жинаңдар. Тұсаукесер дайындаңдар. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Шәкен Аймановтың өмірі мен шығармашылығы туралы ақпарат жинайды 1 балл. Тұсаукесер дайындайды 2 балл. Жазылым айтылым тапсырмасы 12-ші тапсырма. Хабарландыруды қазақ тіліне аударып, тұжырым жаса. Дескриптор кестесі. Хабарландыруды аударады 2 балл. Тұжырым жасайды 1 балл. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Айтылым тапсырмасы 8-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Сен кастингке қатысып көрдің бе? Екінші сұрақ. Сені белгілі режиссер таңдаса, келсер ме едің? Үшінші. Қандай рөлдерді сомдағың келеді? Төртінші. Жақсы көретін актерің бар ма? Не себепті жақсы көресің? Айтылым тапсырмасы бойынша дескриптор кестесіне назар аударайық. Сұрақтарға жауап береді 1 балл. Сөйлеу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.